Абай облысында 30 мың гектар жер өртке оранды. Кейбір ауылдар қауіпсіз жерге көшірілді. Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер? Елдегі және шетелдегі жаңалықтарды алғашқы болып көргілеріңіз келсе, каналға тіркеліп, лайк пен қоңырауды баса кетіңіздер. Өрт кезінде орман шаруашылығының 14 қызметкері жоғалып кетті. Оларды іздестіріп жатыр. Ал қызыл жалын 30 мың гектарға жайылып кетті. Успенская, Поднебесная және Барышевка ауылдарына қауіп төніп, тұрғындар қауіпсіз жерге көшірілді. Олар Бородулиха ауылындағы мектеп пен колледждегі эвакуациялық пункттерге орналастырылған. Бейресми ақпарат бойынша бір үй жанып кеткен. Орман өртін өшіруге 6 тікұшақ тартылды. Аэровизуалды тексеру жүргізген мамандар өрт ошақтарын әуеден сөндіруге тырысып жатыр. Алайда 38 градус аптап ыстық пен жел қиындық туындырып отыр. Қазіргі уақытта төтенше жағдайлар министрлігі, орман шаруашылығы комитеті, қорғаныс министрлігінен барлығы 600-ден астам адам, 168 техника үздіксіз жұмыс істеп жатыр.